Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 46 бөлім бойдана. Бойдана бұршақ тұқымдасына жататын бір және көп жылдық шөптесін өсімдіктер туысы. Мұсылман дәрігерлері, егер адамдар хелбаның қаншалықты пайдасы бар екенін білгенде, оны алтынның құнындай бағамен сатып алар еді деген. Ағылшын ғалымы Клевер, егерде таразының бір жағына барлық дәрі-дәрмектерді қойып, екінші жағына хелбаны қойсақ, таразының екі жағы тең болар еді деп айтқан екен. Адам баласы жаратылғаннан бері өсімдіктер тек азық ретінде ғана емес, әртүрлі ауруларға ем ретінде де қолданылған. Біздің ата-бабаларымыз да түрлі өсімдіктерді тамаққа қосып, олардың қасиеттерін есте сақтай отырып, әртүрлі дерттерге емдік құрал ретінде пайдаланғаны тарихтан мәлім. Зерттеушілер ежелгі замандағы халықтардың өсімдіктердің 20 мыңнан астам түрлерін пайдаланғандығын анықтап отыр. Египетте біздің ғасырға дейін 6 ғасырға жататын бір папирус парақшасы табылды. Эбер папирусы деп аталып кеткен бұл жазбада ежелгі египеттіктер шөптермен емделудің 900-ден астам түрін жазып қалдырыпты. Хелбаның емдік қасиеттері жайындағы жазбалар да Египет папирусынан табылған. Бойдананың ем болатын аурулары: бедеулікке, бұлшықет, жыныс жолы қабынуына және микробқа қарсы зат ретінде гинекологияда, косметологияда қолданылады. Жоғарғы тыныс алу жолдары қабынғанда шаю және ингаляция жасау үшін, ішкі құрылыс жараларын емдеуге, асқазан ішек жолдары ауруларында, гастриттер, асқазан мен ішек жаралары, колиттер, гепатиттер, холециститтер және де өт жолдарының дискинезиясы, метеоризм, әлсіздік кезінде иммунитетті нығайту, тұмау, өкпе демікпесі, өкпе ауруларына, созылмалы жөтел және бронхит ауруларына қарсы, тамақ ауырғанда, қан аздық, анемия кезінде, қант диабетімен ауырғанда да ем болады. Егер осы видео ұнаған болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.